Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз сыныптарды топтарға бөлуді үйренеміз. Алдымен браузерді ашамыз. Онлайн мектеп сайтына кіреміз. Сайттың адресі onlinemектеп.org. Сайтқа кіргеннен кейін логин паролімізді жазамыз. Сынып жетекшінің логин паролін кіреміз. Логин пароль жазғаннан кейін кіру батырмасын шертеміз. Мындай ағымдағы терезе ашылған кезде мына X батырмасын басу қажет. Топ құру үшін мына белгішені басып мектептік басқару қойындысына өтеміз. Одан кейін оқушылар және сыныптар деген қойындыға өтеміз. Егер сіз сынып жетекші болсаңыз, қай сыныпқа сынып жетекшілік қыласыз, сол сынып қойып тұрады. Сыныптың параметрін көру үшін көз батырмасын шертіп, келесі қадамға өтеміз. Келесі қадамда біз оқушылардың тізімін көреміз. Топ құру үшін топтар бөлімін басамыз. Қазір бізде екі топ құрылған, орыс тілі және ағылшын тілі. Тағы да қай пәндерден бөлінеді, топқа бөлінеді, сол пәнді жеке топ құрып аламыз. Топ құру үшін топты құру деген батырманы шертеміз. Топты құру. Ағымдағы терезеде негізгі пән болса пәндер, факультатив болса факультативтер деген таңдаймыз. Одан кейін пәндер қойындысын басып, сырғымалы мәзірден қажетті пәнді таңдап аламыз. Қажетті пәнді таңдап алғаннан кейін, мәселен, информатика, мысалға көрсетіп жатыр. Одан кейін сақтау батырмасын шертеміз. Сақтау. Көздің батырмасын үстіне шертіп, топқа оқушылар қосамыз. Оқушылар қосу үшін оқушының үстінен тінтуірді басып тұрып, анда қолдың келгенше ұстап тұрып, екінші топқа оқушыларды бөлеміз. Қажетті топты құрып бөліп болғаннан кейін сақтау батырмасын шертіп, топты құруды аяқтаймыз. Оқушылардың топ тізімі сәтті сақталды дегеннен кейін келесі қадамда басқа топ құра береміз. Дәл солай. Егер ол қажет топты өшіру үшін мына X батырмасын шертсек жеткілікті. Я деген батырманы шертеміз. Топ сәтті жойылды. Міне осылай топ бөлуді үйрендік. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.